адамға үйрену керек деп ойлаймын өзім. Командалық жүйедегі көкпарға бізде әлі де мынау үлкен жаппай көкпарменен шатасады. Бұл себебі өзі ережеге сай 220 метр болса, ені 70 метр. Осының ішінде бірінші атты үйрету керек. Мен сол үшін өзім айтам, балдарға да айтатыным, қазір айтып атқаным. Бірінші адамға ат емес, адам атқа үйрену керек. Шауып, тоқтатып, оңға бұрып, солға бұрып. Бізде қазір енді біраз кемшіліктер, қателіктер болып жатады. Себебі жаттығу кезінде балаға мінгіземіз да, мынау атты сен шабасын дейміз. Ол команда көкпар шаппаған ат ол. Ол біреудің атын сұрап аламыз, сен атын сұрап әкелеміз, ананың атын сұрап әкелеміз. Ол жаппай көкпарда күшті ат. Ол кең далада күшті ат ол. Бірақ ана жерге келіп 220 метр менен 70 метрдің ішіне кіргенде сол атымыз бізге үйренемейді. Сөйтеміз да, ол атты біз жарамайды дейміз да, қайтадан егесіне қайтарып береміз. Егер оған жарайтын ат болып тұрса, ол егер шын ол ақылды ат болып, өзі біліп линияда тоқтайтын болса, конечно зор. Бірақ сол атты сол линияға үйрету үшін 70 метрдің ішінде тоқтап, оңға бұрып барып, солға бұрып кететін осы әдістерді көп істеу керек деп ойлаймын. Содан кейін бізде енді командалық жүйеде өздерің көріп жатсыңдар, көбісі мынау жылдам атқа мініп қалды. Шабуылшымызға да жылдам ат керек болды. Бұл енді таза қаны бар аттарды араластырып жатқан сондықтан. Себебі жылдам атпенен алса, көкпарды алып құтылғанға да қорғаушы болып мінгенге де жылдам ат керек. Жекпе-жектің аты ол басқа вопрос ол. Сондықтан біз енді ойлап тұрмыз, мына командалық жүйедегі атпенен бірден келіп тренировка істеп, бірден ол атты зорғылам деуге болмайды. Сондықтан атпен жұмыс істеу керекпіз.